секіруге болады. Оңға солға бәрі нормально екен. Давай. Аха. Соншам. Аха. Жоқ. Демек, тікенектердің үстінен өтеміз. Тікен жоқ жерлерде көрінбейтін бізде қауіпті аймақ бар. Значит, біз секіреміз бұлай. Бізді тікенек мені алдайды сияқты. Аха. Тікенектерден секіреміз. Енді асықпа. Мұнда секіреміз. Мұнда. Так, маған не істеу керек еді? Тікенекке секіру керек пе, секірмеу керек пе? Давай, бір жолы тікенекке секіріп көрейік. Болмайды екен тікенекке секіруге. Жол бойы осы тікенектермен секіріп келеміз екен, бірақ соңына келген кезде бізді тікенекке секіруге болмайды екен. Логика. Мұнда түсеміз, тікенек секіріп өтеміз, есігімізге кіріп кетеміз. Әрмен қарай, оңға солға секіре аламыз. Главное, осыларды біз тексеріп алсақ, өміріміз оңай бола түседі. Так, бізде астында тікенек не үшін шықты? Не үшін шыққанын түсінген сияқтымын. Күте тұр, тікенек келеді менің артынан. Барған сайын тікенек өседі де көтімізге кіріп кетеді екен. Сонымен оны көтімізге кіргізбес үшін жоғарға секіреміз, тез өту керек қой, главное мына жерде. Аха, кішігірім бір жерде секіруге болады екен. Тағы да, күте тұр, асықтырма адамды, құлап жіберме. Все, главное тікенектерден қашып құтылдық.